Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 72-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып жануарлардың сипаты, кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын боламыз, шығармашылық жұмыс жасайтын боламыз. Біліміңді қолдан дейді. Бірінші кестедегі сұрақтарға жауап бер. Әңгіме, ертегі, мысалдар, жануарлардың сипаты туралы не білесің? Мысалы дейді, бұл жануарлар туралы не білесің? Сұрақтарға жауап береміз. Қасқыр бөлтірігін қорғай ма дейді. Я, қасқыр бөлтірігін қорғайды. Қаз балапанын қорғау үшін не істейді? Қаз балапанын қорғау үшін үркіп шоқиды. Яғни құстар сияқты, я? Түлкі шынымен ертегі мысалдағыдай қума дейді. Түлкі шынымен де айлакер, қу жыртқыш. Құмырсқа әңгімеде жазылатындай еңбекқор ма? Құмырсқа әңгімедегідей еңбекқор, жәндік, я? Қашан көрсең әйтеуір нәрселер тасып, ары-бері жүреді. Түсінікті болса, келесі. Әлсіз жануарларды қорғауға көмектесіп көрдің бе дейді. Осыған сәйкес мына мәтінді оқып шығайық. Дуадақ шілде айының басталған кезі аспан айналып жерге түскендей. Жеңіл мәшинедеміз. Даңғылдала жолының екі жағы қаптаған шөпшілер. Біз елсіз қырға шықтық, ал селеудің арасынан шөл ергесі сескенде білмейтін алып дуадақты көрдік. Мен атамын деп таласып қалдық. Ортамыздағы агроном Бектемір Атпандар бізден үрікпеуіне қарағанда бұл дуадақтың османда балапаны бар, обалына қалмандар деп бәйек болды. Шынымен де дуадақ бізден қорыққан жоқ. Қанатын біраз серметте мәшинеден түскенде бізге қарап отыра берді. Жүргізуші Қалбай екеуміз балапан іздеп төңіректі тінте бастадық. Бізден көз алмай отырған дуадақ бір сәт қана қомдап, ызбарлы үнмен ысылдап, өзімізге қарай тұра жүгірді. Қалбай екеуі бір-біріне айбат шегіп жағаласа кеткелі тұрған тентектей арбаса қалды. Мен Қалбайдың қасына келсем, аяғының астында 2 метрдей жерде шөптің арасында үлпілдеген сары көдеге ұқсаған балапан жатыр екен. Қыбыр етер емес. Дуадақ маған айбат шеге бастағанда Қалбай балапанды жерден көтеріп алып, қос уысында ұстап, ана дуадаққа қарады. Қас қаққандай болған жоқ, маған қарсы ысылдап тұрған дуадақ сәуледей жалт етті де шегіне беріп оңға қарай атылды. Ол Қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргендей кішкентай сары уыс зыр қағып жүгіре жөнелді. Қалбай балапанды қуып барады. Мен дуадақтың алдын қаумалап келемін. Талас көпке созылған жоқ. Қалбай балапанды ұстап алып мәшинеге беттеді. Мекен дуадақ ысылын үндетіп, бірнеше рет көтеріле ұмтылып, баласын алып қалуға әрекет етті. Бектемір екеуміз балапанды жіберу керек, обал ана байғұсқа қиянет етіп қайтеміз деп көріп еді, Қалбай көнбеді. Ілгері жүріп кеттік. Балапан Қалбайдың сөмкесіне, мәшиненің жүрісі баяу. Бектемір жерінен тартып қарашы деді. Терезеден үлсем әлгі мекен дуадақ кейде қанатын жайып көтеріле түсіп, көбіне безек қағып жүгіріп, мәшинемен қапталдаса жарысып келеді екен. Бектемір таусыла сөйлеп Құлбайды көндірді. Тоқтадық. Балапанды сөмкеден алып бостандыққа жіберген сәтте төбешік басында отырған дуадақ жанталаса жүгіріп келді де қанаты қаптаған сары балапанын төсіне басып отырып алды. Бізге рахмет айтқандай қанатын сермеп қояды. Бұл мәтіндегі даңғыл жол деген бөгетсіз, кедергісіз кең жолы, мекен деген ұрғашы дуадақты айтады. Бәйек болу деген жаны қалмай құрақ ұшу деген сөз. Ал қанатын қомдау деген қанаттарын ұшуға ыңғайлау, я? Осы сөздерді жаттап түсініп алыңдар. Үшінші, жазушы дуадақты қалай сипаттаған дейді. Төртінші, құстың балапанын қорғаған сәтін тауып оқы. 5, әңгімені оқығанда қандай сезімде болдың? Яғни жазушы дуадақты ызбарлы, үнмен ысылдап, сескенуді білмейтін құс деп сипаттаған, я? Ал құстың балапанын қорғаған сәтін тауып оқы дейді. Қорғаған сәті қос қаққандай болған жоқ, қас қаққандай болған жоқ, маған қарсы ысылдап тұрған дуадақ сәуледей жалт етті де шегіне беріп оңға қарай атылды. Ол Қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргенде кішкентай сары уыс зыр қағып жүгіре жөнелді. Ал әңгімені оқи отырып, әңгіме оқу барысында әр құс, әр жануар өз баласын қорғауда, айбат шегіп қорғауға әрекет жасайтынын түсіндім. 6-шы сұрақ. Дуадақ мәшиненің артынан ұмтылмағанда балапанынан айырылу мүмкін бе еді? Я, дуадақ мәшиненің артына ұмтылмағанда балапанынан айырылар еді, себебі оның балапанын жаңағы кісілер алып кетіп қалушы еді. Дуадақ қандай құс? Мәтіндегі қай кейіпкерге мінездеме береледің дейді. Дуадақ қандай құс екен енді мәтін бойынша? Дуадақ өте қамқор құс, я?
Ал бұл мәтіннен Бектемірге білімді, ақылды, жақсы, табиғат пен құстарға зиянын келтірмейтін бала ретінде мінездесек болады. Дуадақ дегеніміз яғни тырна тәрізділер отрядының бір тұқымдасына жататын құс. Шығу тегі жөнінен тырналарға ұқсас болғандықтан оларды бір отрядқа жатқызады. Дуадақтың қазба қалдықтары эоцен дәуірінен белгілі. Дене тұрқы тауыққа ұқсас, дуадақ үнсіз әрі сақ жүретін құс. Құрлықта жүруге, жүгіруге бейімделген 3 бармағы болады. Салмағы 4-11 килограмм, ірілері 20 килограммға дейін жетеді екен. Әңгіменің негізгі ойын анықтаңдар дейді. Қалбайға дуадақтың атынан хат жаз дейді. Үйге тапсырма. Бірінші әңгімедегі негізгі ой бұл яғни құстардың балапанына тиіспеу. Ал хат жазатын болсақ, сәлем хат. Сәлем Қалбай, мен дуадақпын, саған хат жазуды ұйғардым. Айтқым келгені құстардың балапанына тиіспе, оларға барынша қамқор бол, достарыңа жақсы үлгі көрсет. Хатты өз қиялдарымен өзгертіп, өзгешелендіріп, ұқсамайтын етіп жазсаңдар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.